Йо, барлықтарына сәлем достар, сіздермен бірге мен Димаш Еркінғали. Достар, бүгінгі видеода бізді көріп тұрғандарыңыздай. Иә, достар, бүгін біз логиканың мультигін айтатын боламыз. Логиканың мультигін айтамыз. Ладно, достар, наоборот, біз бүгінгі видеода біз мультиктердің логикасын айтатын боламыз, достар. Ал сіз сөзге лайк басып каналға жазылып қоңыштарын басып кетіңіздер, достар. Давайте, достар, мені 50 подписчикке сәл қалып, достар, мынандай қараңыздар. Осыншама қалып давайте жеткізсек. Ал бүгін біз мына логиканың осыған реакция жасайтын бас. Чоза логика мен қараған жоқпын, достар. Идея мынадан. Халибан. Достар, алса осы лайк басып каналға жазылып қоңыштарын басып кетіңіздер. Давайте мені 50 подписчик деп запись қосып жазылып қала берейін. Давайте, достар, кеттік, ал видеомызды бастаймыз. Видео запись қосылды, достар. Мінекей, достар, міне 20 примеров отсутствия логики мультфильм, достар. Кеттік, ал еще видеомызды қараймыз, достар. Кеттік. Меньше мультфильмов придерживаются законов физики и логики. Приходится все больше удивлять и заставлять людей смеяться. Поэтому аниматоры Ладно, достар, кеттік, қарай берейік. Многое игнорируют при создании анимационных фильмов. Приветствую вас на канале I Know Channel. И сегодня я вам покажу 20 нелепых примеров отсутствия логики в мультфильмах, которые у взрослых вызывают недоумение. У 3 поросят на стене висит фотография их отца, правда уже в виде сосисок. Біздің папамыз сосиска? Поросенок, шошқалардың папалары сосиска ма? Сонда олар өздері ет сосиска жеп жатқан кезде өздерінің папаларын жеп жатқанын ойламайды. Ай, что за сосиска? Ё-моё. Сосиска папа. Достар, сіз сосисканы жеп жатқан кезде сіздер өздеріңіздің папаларыңызды жеп жатырық деп ойлайсыздар, давай. Ну, хоть фотография мамы нормальная. Мамасының фотосы нормальный. Кәдімгі мамалары. Объясните вот это. Действительно, менің вообще мынаның логикама вообще миым қортпай жатыр, так. Құлақ мында, бірақ очки, наушникті көзіне тағады да, былай қарап тұрсаңдар. Так, вот так. Что за хуйня? Фу. зачем одевать наушники на уши? Наушникті да, достар, енді біліп жүріңіздер, наушникті адамдар өздерінің миына тағады, себебі ми қатты жұмыс жасау үшін. Құлақ керек емес деп пе? Ладно, кет қарай берейік. Это примерно та же ситуация, как и в фильме «Третий лишний», когда Тед говорил по телефону, прислоняя его вовсе не к уху. А вот еще один схожий пример. Жоқ, достар, мен қателесіп кеттім. Керісінше көзге тағасыздар. Ойбай, құлақты қайдан естиді, ми қалай жұмыс жасайды. Көз дейтін шаршап кеткен шығар, біреуін тыңдап, біреуін қарап шаршап кеткен шығар. Ай. Мистер Крабс слушает музыку глазами. К черту логику. Чоза логика, достар, мыналардың логикасы, мультфильмдердің логикасы бар ғой. Бірақ андай как будто менің математик шығарып отқан есебім сияқты. Том и Джерри весь день ходят голыми, однако на пляж все же одеваются. Том мен Джерри өзі ұялмайды. Не үшін көлге келген кезде, карьер, суға келген кезде, неге сен шешініп келесің? Неге шешінбей келесің? Вообще, достар, миыма қатып кетті, давайте қарайбек. Комедийный мультсериал «Флинтстоуны» рассказывает о жизни Фреда Флинтстоуна и его друзей в каменном веке. И получается, что они празднуют Рождество еще до рождения Христа. Хотите сказать, что эти смурфики действительно не могут выбрать? Сендер неге қашып кетпейсіңдер, а? Сендердің, короче, аны бастарын дейтін бар ғой, түрман жердің астынан қазып қашып кетіңдер, лучше. Сендер ма негізінде түрман несінен шығаласыңдар етін. Менің миым қортпай жатыр бар ғой мынаның бәрін. Давайте қарайық. Видите? Чего не хватает на этой картинке? Вам знакома эта комната? Как-то все по-другому выглядит, да? Они оба псы, однако Ит өзінің досын иті. Ой, менің достар, ит өзінің итін сүйреуін деп кетір.
Чё за фигня? Сонда қалай ол? Диснеевская логика в чистом виде. Зачем он прикрывается, если весь мультфильм ходит Ол тек қана бір күн кейін алады, қалған күндері голый жүреді, короче. без штанов? Мини Маус боится мышей, хотя папа тоже является мышью. Интересно. Тышқан. Ой, тышқан, достар. Ладно, мен өзім тышқан екенмін ғой деп. Оны айтамын, достар. Сонда Микки Маус өзі тышқан бол, ол басқа тышқандардан қорқады екен. Чё за логика? Она также пугается, когда видит Микки Мауса. А здесь просто прощай логика. Логика, кешірші мені. Бар үйіне бара берсен бар. Кетші бар. Қасыма келмеші, мен жоламашы. Не мынау? 3 үйрек бір үйректің етіне таласып жатыр. Бірақтан ол үйректер өздерінің еттерін жемейді. Чё за логика, я? Утки едят курицу. Когда логика работает, логика вообще жоқ қой, мына анимация шығаратын адамдарда. Интересно, и каким образом ей удается так держать? Достар, давайте суши алып келіңіздер, суши жейік бірге, давайте, достар. Менің мына екі қолмен суши жейміз, давайте, достар. Кеттік ал. Суши алып келіңіздер. Міне айтамын, достар. Кеттік ары қарай. Сонда қалай бұл? Саусақтары қайда? Саусақтарын кесіп тастаған. Міне мен саусағым өз орнында, қалғандардікі де өз орнында. Ал мынаның саусағы қайда екен, достар? Іздейік, кеттік, табайықшы. Сенің саусағың қайда екен? Сенің саусағың қайда екен? Ладно, достар. Палочки для еды. Ее отец орудует гигантским трезубцем, но вилка поражает ее воображение. Мынаның логикасын түсінбедім бар ғой, вообще түсінбедім мынаның логикасын, банағы принцессынан. А вот это пример законов физики в мире Спанч Боба. Спанч Боб сені басын қатты істейді екен, прям. Адам өзі шардың басында тұр, бірақтан да. Чё за логика деген істейшті, достар. Это чё за логика в мире? Интересно, как ему удается надевать на себя футболку? Сен футболканы қалай киесің бұлай? Ол, короче, бұлай бірінші шашынан өткізеді, сосын барып көздерінен өткізеді, сосын барып тілінен өткізеді, ауызынан өткізеді, сосын барып кет. А футболканың жағдайы быт-шыт болып отыр. Футболканың жағдайы мынандай ғой, короче. Осындай футболканың жағдайы. А бірақтан да бұл қайдадан новый футболка еді. Сила притяжения не действует, пока не посмотришь вниз. Также то, что тебя не убивает, деформирует твое тело. Так были ли у Симпсонов волосы? Или это все кости у них на голове? Олардың бастарында шаш болған жоқ, олардың бастарында сүйек болды. Почему у чудовища не получается пользоваться приборами? Он ведь до этого был человеком. О, қазір ит қой бірақ. А жоқ, ит емес екен, басқа біреу екен, білмеймін. Вырос в джунглях среди диких обезьян. И кто же его тогда бреет? Или как он пришел к этому сам? Өзі келді. Говорит Золушке, что она – любовь всей его жизни. Но потом забывает, как она выглядит, и приходится мерить туфельку на всех девушках в королевстве. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Чё за логикалар, достар? Мындағы вообще логикаларының бар ғой, басын кетіріп тастайды ғой. Миын тоқтап қалады, но бірақ логика келгенде миын жұмыс жасап кетеді. Мысалы, вообще, короче, бірдеңке, достар. Ал достар, сізге осы видеоның сәлемін өзегіңізді лайктаңыз басып, каналға жазып қоңыршаны басып кетіңіздер, достар. Сіздермен болған мен Еркінғали Мұхаммед. Не болып кетті, достар? Не болып кетті? Мен өзім білмедім, не болып кеткен, достар. Давайте, сіздермен болған мен Еркінғали Димаш. Келесі видеода кездескенше, давайте, достар.